қайың, терек, аққайың осындай нәрселерді көбейту керек те гүлдерді. Оның керісінше қарағаштар мен кәртайған қарағаштарды алып тастау керек. Неге десең, онда лас қуаттар өте көп жиналған. Анау қара әлемнің уақытынан бастап лас қуаттар көп жиналған. Не көрмеген Алматы дейсіз, өзіңіз білесіз. Енді сол себепті Алматыны тазарту туралы көпте шешім қабылданды. Және мынау Алматыда машиналар өте көп. Енді мынау техниканың өте дамыған заманы ғой. Дегенмен енді машинам бе деп айтпайды ғой. Бұл көп адамдарға. Бірақ та Алматыда күндердің күнде айына, мына айтты адамзаттың санасының тазару арқылы айына 2 күн Алматыға демалыс береді екен басшылар, халық. Сондай ой беріледі олардың санасына. Сол себепті түтін азаяды екен. Түтін азайып, терезелері ашылып, шарлар арқылы тазарып, Алматы тап-таза желесіп тұратын әсем бір гүлзар алаңы бар. Сондай тамаша Алматыны болашақта көреміз. Мына жер сілкінуінің қаупі де осы лас энергетика, лас қуатқа байланысты. Егер Алматыда мына осы ұлы көктің шешімдерін қабылдап, ақыл кеңесін қабылдап, ұлы көк біздер үшін өте абыржулы, адамзат үшін, қоғам үшін, Қазақстан үшін, барша әлем үшін. Сол себепті сол құлақ асса, әлемдік үлкен деңгейге жетіп, осыны құлақ асса, Алматы жақсы болады. Тазару керек. Алматының энергетикасы тазарса, Алматыда жер сілкіну болмайды деп толық ашып айтқым келеді. Сосын адамдарды мына ақырзаман апатымен қорқытудың қажеті жоқ. Ақырзаман апат артта қалды, қауіп артта қалды. Енді ақырзаман болмайды. Біз ұшқыштарымыздың космосқа үзбей ұшып жатқанын көре отырып, таң қалудан гөрі бейжай қабылдауды әдетке айналдырып барамыз. Космосқа ұшудың экологияға, қоршаған ортаға әсері туралы ойлаудан да қалып барамыз. Әрине, заман сәт салып дамып барады десек те, сол ұлы көкте де басқа әлем барын, ол жақта жердің айырмашылығы туралы бір сәт ойланып көрдік пе? Тазару алаңы, чистилище болмаса нейтральная зона дейді, ол бір қабат. Одан кейін жұмақ 41 қабат. Содан кейін жәннат 7 қабат. Содан кейін жауқазын алаңы 3 қабат. Содан кейін ұлы көктің үлкен ғаламдық кеңістігі ұлы көк мекені басталады. Әрі қарай айтуға маған ұқсат жоқ, не көрсем де. Ал біздің көп сұрақ қояды. Үлкен апа, космонавттар, ғарышкерлер қай жерге барды деген. Ғарышкерлердің баратын жері мынау тазару, жұмақтан төмен тазару алаңы бар ғой. Тазару алаңы. Содан кейін төменгі ғарыш кеңістігі бар. Төмен ғарыш кеңістігі